Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. 2013 жылы елімізде 81 миллион 800 мың тонна мұнай өндіріліпті. Оның 14 миллион 300 мыңы ел аумағында өңделген. Сонымен қатар биыл мұнай өндірісін тағы да 2 миллион тоннаға арттыру көзделген. Бұл мұнайды тек қана өндіріп қою керек емес, оны өңдеу де қажет. Ендеше бүгінгі уақытта біздің мұнай зауыттарының осы мұнайды қайта өңдеуде қауқары қандай? Бүгінгі біздегі талқыланатын тақырып осы арнада өрбімек. Алдымен арнайы бейнесюжетті көріп алайық. Әлемдегі 15 мұнайлы елдің қатарына кіретін Қазақстан үшін негізгі кіріс көзі де осы қара алтын. Дүние жүзіндегі мұнай қорының 3% біздің мемлекетке тиесілі. Бүгінде Қазақстанда мұнай өнімдерін шығаратын 3 зауыт жұмыс істейді. Парафині мол ауыр мұнайларды өндіретін Атырау мұнай өңдеу зауыты, Күртаз Батыс Сібір мұнай қоспасын өңдеуге маманданған Павлодар зауыты және республикадағы ең жаңа Шымкент мұнай өңдеу зауыты. Бұл отандық кәсіпорындарда 14 миллион тоннаға жуық мұнай, одан 2 миллион 800 мың тонна жанар жағармай, 3 миллион 700 мың тонна мазут, 387 мың авиакеросин өндіріліп шығады. Соңғы жылдар аталған 3 зауытты жаңарту, жаңғырту мәселелері қолға алынып, одан өндірілетін жанар жағармай мен дизель отынының сапасын арттыру, ашық түсті мұнай өнімдері өндірісін жоғарылату мәселесі қолға алынды. Бүгінде Атырау мұнай өңдеу зауытында 4,5 миллионға жуық, ал Павлодар Шымкент зауыттарында жылына 5 миллион тоннадан астам мұнай өндіріледі. Мұнай газ саласын қайта өңдеуге қарай бағыттау және жаңа зауыт салу мәселесіне байланысты ортамызға алғашқы қонағымызды шақырып талқылауымызды бастайық. Мұнай және газ министрлігі мұнай өнімдерін өңдеу және өндіру мониторингі басқармасының басшысы Әлішер Арғынбаевты қошеметпен қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Әлішер мырза. Жайғасыңыз. Кіріспе сөзімізде атағандай, елімізде өндірілетін 81 миллион жуық мұнайдың тек қана 25% бөлігіне жетпейтін көлемі ғана өзімізде өңделеді. Солай ғой. Енді бізде елімізде әр жылдарға арналған өзіндік бір, мысалы 2015 жылға дейін жоспарланған мұнай өнімдерін өңдеуге байланысты бағдарлама бар. Осыны қалай енді арттыру мүмкіндіктері бар? Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалдық, инновационалдық дамуының мемлекеттік бағдарламасы бар екен, сіздер бәріңіз білесіздер. Сол бағдарламалардың ішінде 3 ұлттық мұнай өңдеу заводын қайта жаңарту, содан кейін жаңағы қалпына келтіру, сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біз 12 жылдан бастап, бұрын 14 жылы бітіруіміз керек еді. Жаңа жаңартуды, мұнай өңдеу заводтарында. Бірақ жаңағы сол техника регламентті евро моторный топливаның жаңағы евро 4, евро 5 стандарттарына байланысты. Стандартына байланысты соған өзгерістер жүргізу керек болды. Жаңарту кезінде бағдарламаларды 2016 жылға дейін созылды. Енді тағы бір факт айтайыншы, осы жерде 2013 жылы Жамбыл облысы Аса ауданында мұнай өңдеуге арналған зауыт іске қосылады, 100 мың тонналық қуаты бар дейтін ақпарат айтылған еді 2013 жыл, 2011 жылдары. Жамбыл облысындағы ондай завод ол соғылмаған. Кезінде Амангелді газоконденсаттық завод соғылған сол жерде. Ол қазір жұмыс істеп жүр. Соны айтпасаңыз, басқа Жамбыл облысының көлемінде завод ондай жоқ еді. Яғни бұл ақпарат сол 2013 жылдың бедерінде айтылған ақпарат болып қана қалды ғой негізінде. Ақпарат. Енді қараңызшы, жалпы Қазақстан Республикасында мұнай өнімдерін өңдеу зауыттарын дамытудың 2015 жылға дейін арналған кешен жоспар жасалды. Ол жаңағы талаптарға сәйкес өзгертілді дедік. Енді негізгі модернизация қай уақытқа дейін жасалу керек және осыдан не өзгереді? Егер біз қазір мұнда өңдеу заводтардың көлемі 14 миллион 600 мыңға осы жоспарлап жатырмыз 2014 жылы. Сол модернизация 300 мыңға ғана артады, былтырғы жылмен салыстырған кезде. 300 мыңға. Жаңағы модернизация өткеннен кейін 2016 жылдан кейін 3 мұнай өңдеу заводы 18,5 миллион тонна өндіру сондай бір неге келеді жағдайға. 2016-2017 жылдар біз межелеген жалпы өндіріс көлемі қанша болады? Мысалы енді биыл 81 миллион, 82 миллион, 83 миллион тонна ғой, биылғы жоспарланған. Ол уақытта 85 миллион ғой, яғни, шамамен. Сол көлемінде қалады. Ал енді осы жаңағы мұнай зауыттарын қайта жарақтандыру үшін бөлінген қажетті қаржының көлемі қандай? Бөлінген қаржылар енді ол бәрі әрбір заводтың Қазмұнайгаздың тапқан өздерінің инвестициялары, қаражатты қарызға алып сол заводтарды соғу. Соның кейін жаңағы инвестиционный программамен
соны ақтау керек сол ақшаларды. Жаңа айтып отырмыз ғой, енді мұнай зауыттарын қайта жарақтандырғаннан кейін өндіріс көлемі 18 миллион 18,5 миллион тонна өңдеуге дейін жетеді деп. Бұл осы жалпы біздің мүмкіндігіміздің шегі осы ма, әлде бұдан да арттырудың жолдары бар ма еді? Қазір Қазақстанның пайдаланатын өнімнің өзі кеше 10 жылдың аяғы бойынша 14 миллион деп отыр ғой. Біздің 3 заводтың өндіретін өнімдердің саны арифметикамен қосқанда 17 миллионға дейін жетеді. Сосын жаңағы өткенде коллегияда Каравалин Ұзақбайдың айтуы бойынша әр жыл сайын 400 мың тонна өнім дейді, жаңағы сырттан келген өнім пайдаланбай қалады дейді. Айсер мырза, енді осы фактіге байланысты комментарий айтсаңыз, біз енді өзіміздің ішімізде бағаның қымбаттығына байланысты, мұнайдың бағасына байланысты түрлі пікірлер естиміз. Екінші тараптан енді шетелден келетін өнімнің көлеміне байланысты мәселе көтеріп отыр. Біз жыл сайын Ресей мемлекетпен индикативдік балансқа қол қоямыз екі жақтан. Жыл сайын біз 40%-тей жаңағы жетпейтін мұнай өнімдерді Россиядан аламыз. 960 мың тонна 92-ден жоғары бензиндер, 470 мың тонна дизель топливосы, авиакеросин 260 мың тоннаның көлемінде. Мемлекет қажеттілігі үшін алынатын көлем шығар сіздің айтып отырғаныңыз, артылып қалатын. Әйтпесе жекеменшік компаниялар көбіретте айтып отыр, келісім шарт бойынша Россиядан олар алу керек. Осындай өлшемде өнімді. Көлемді мұнайды. Әрі өздері шығарады 14,5. Енді біздің тіке айтуымыз керек, біздің заводтар ескі заводтар. Атыраудың, Шымкенттің, Сәуетауданның ескі заводтан салған. Тек қана Павлодардың заводы соңғы технология, жаңа техника пайдаланып салынған заводтар. Оның өзінде қазір жаңа қайта құрастырып жүріп жатыр. Егер ол заводты жақында ремонт қайта құрастырып болса, одан сапалы, жақсы қазіргі заманға сай өнімді шығаруға болады деп жүріп жатыр. Егер сол дұрыстап істеп кетсе, біз жаңағы Россиядан алатын өнімдерді қысқарту керек, азайту керек, или тағы басқа жұмыстар жасау керек. Жақсы, түсінікті. Енді осы тұста келесі қонағымызды ортаға қосып алайық. Қазмұнайгаз өндіру және маркетинг компаниясы аппарат басшысы Азамат Ақыш мырзаны қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Азамат мырза. Жаңа осы сөйледі ардагерлер, мұнайшы ардагерлер айтып отыр. Біздегі зауыттардың негізі өндіру қуатына байланысты, өңдеу мүмкіндігіне байланысты ескілігі негізгі фактор деп. Енді осы жаңғырту мәселесіне байланысты Қазмұнайгаздың қатысы қаншалықты үлесі? Мынау жаңғырту жолында үш мұнай өңдеу заводтарының негізгі 4 бағытында біз жұмыс жасап жатырмыз. Ең бірінші бағыт бұл қазіргі айтылып жатқан Евро 5 көрсеткішіне жеткізуіміз керек. Оның айырмашылығы неде? Қазірше мысалға жаңғыртуға дейін Евро 2 стандартқа сәйкес біз жұмыс жасап келеміз. Оның өнімнің ішіндегі көрсеткіштері бар. Атап айтатын болсақ, бұл бензол, ароматизатор, не дейді ғой, сера дейді. Күкірт, иә. Соның көлемін біз азайтуымыз керек. Ал енді бензолға келетін болсақ, бұл мақсаттың орындалуы тиісінше қандай нәтиже береді? Жаңағы бағасының артуына әсерін тигізе ме, мұнайдың бағасының артуына? Мынау Евро 5 деген бұл дамыған елдерде мұнай өңдеу заводтарының көрсеткіштері. Оған біз жетуіміз керек. Егер де осы Евро 5-тің жаңа көрсеткіштерін біз азайтпасақ, оған біз жете алмаймыз. Яғни тиісінше, егер осы бір жағдайлар жасасақ, біздің тұтынушылар ареалын кеңейтуге мүмкіндік болады, солай ма? Болады. Мен сіздерге айтайын, осы үш жаңа көрсеткіштер біз төмендейтін болсақ, ол мынау қоршаған ортаға зиян азаяды, адамның денсаулығына зиян азаяды. Екінші көрсеткіш, мұнай өңдеудің жаңағы тереңдігін біз 90%-ға дейін жеткізуіміз керек. 90%-ға. Қазірше 68-70% болып тұр. Орта есеппен алғанда, 3 заводты қосқанда. Үшінші мақсат, біз енді 1 тонна шикізаттан, мұнайдан мөлдір мұнай өнімдерінің көлемін үлкейтуіміз керек. Сол жаңғырту арқылы біз 73%-ға дейін жеткізуіміз керек. Өзіңіз де арасыңыз осы тұста әңгімеге. Жыл сайын біз егіс науқаны кезінде күзгі уақытта осы зауыттардың жөндеуге уақытша тоқтап қалатын жағдайларын білеміз. Осы тиісінше егіске, ауыл шаруашылығына, басқа да салаға өзінің кері әсерін тигізеді. Осы жаңғыртулардан кейін өзі ескі осы мұнай өңдеу зауыттары кейін жөндеуге тұрып қалмай ма? Бұл қанша пайыздық жаңғырту? Заводты негізі кезімен тоқтату, жаңғырту оның өзінің несі жұмыстың бір
необходимость. Қажеттілігі ме? Қажеттілігі. Бүкіл әлемде осылай, иә? Бүкіл мұнай өңдеу зауыттарында? Бүкіл әлемде солай. Бірақ біздер бір жыл сайын тоқтатсақ, қазіргі, сол реконструкция біткесін, оны 3 жылда 4 жыл бір рет тоқтатамыз. Барлық мұнай өңдеу зауыттарындағы жөндеу жұмыстарына, жаңғыртуға кететін қаржының көлемін 4 миллиард доллар деп бағалаған екенсіздер, иә? Бұл қаржы енді бір қайтарым бойынша қанша уақытта жоспарланған? Мысалы, осындай уақыттан кейін өзінің экономикалық тиімділігін көрсетті деген сияқты. Енді ол қазір немен уже 5 миллиард 700 миллионға ақш долларға барып тұр, негізі. 4 миллиард ескеріп қалды бұл ақпарат, иә? Ескеріп қалды. Бірақ оны 15-17 жылда қайтарылады. Енді осы тұста біз назарымызды экранға бұрып, мұнай газ саласына байланысты ақпараттарды көріп алайық. Барлығымызға белгілі, бірақ осы ақпараттарға байланысты бір комментарийлер көрсек, елімізде 172 мұнай кен орындары бар, иә? Жалпы тұтастай алған кезде мұнай газ аудандар еліміздің 62% аумағын қамтиды. Бұл ақпараттардан түсінетіндігіміз осы жолдаудан кейін және тағы бір мұнай өңдеу зауытын ашу мүмкіндіктерін қарастыру жағдай айтылған еді. Елбасының жолдауында айтылып өтті, мұнай өңдеу заводының төртінші завод салу жөніндегі. Мен ойлаймыз қажет. Менің естуімше мұнай және газ министрлігінде арнайы топ құрылды, қазір ол зерттеліп, жұмыс алға басып жатыр деп ойлаймын. Мұнай газ кешенін дамытуға байланысты елбасының жолдауында айтылған мәселелерді бір көріп алайық, назарымызды экранға бұрайық. Нефть без переработки, цена идет, а керосин, бензин там так себе. Руду просто продавать, металл тоже сейчас не имеет реализации. Да, это мы должны учитывать. Точно так же из газа, из нефти можно целую цепочку продукции производить. Это наше. Как это мы позволяем просто так выпускать сырье без его обработки? И это дает дополнительную продукцию. Это создает рабочие места. Это качество. Это добавочная стоимость. Правительству до конца первого квартала, наконец, следует решить вопросы по размещению источников инвестиций сроком строительства 4-го нефтеперерабатывающего завода и атомной электростанции. Енді осы тұста біз студиямызға келесі қонағымызды, құрметті қонағымызды шақырайық. Ардагер мұнайшы Нұрлыхан Бекбосынов мырза. Қош келдіңіз аға. Енді бүгінгі біздің көтеріп отырған тақырыбымыз біріншісі осы біздегі бар мұнай өңдеу зауыттарының жаңғыртылуы, екіншісі жаңа зауытты ашу мүмкіндігіне байланысты. Геолог ретінде, мұнайшы ретінде осы қай жерден ашылуы керек деген өзіңіздің бір ұсыныстарыңыз бар, балама ұсыныстарыңыз. Меніңше ол заводты салу керек қазір Маңғыстаудан. Оның себебі 1980 жылдардың аяғында, 1990 жылдың басында Маңғыстауда мұнай айыру завод салынып басталған. Ол заводтың салынып басталуының себебі сол Маңғыстаудан өнетін мұнайдың физика-химиялық құрамына байланысты болған. Енді сіз ұсынып отырған Маңғыстау не үшін осы жерде болуы тиіс? Қандай артықшылықтар бар жаңа басқа өңірлерден? Артықшылықтары біріншіден сол жерде 32 километр темір жол салынды. Мынау автомобиль жолы салынды сол жерге, асфальт. Сол заводқа бірінші корпустар тұрғызылды. Енере комбинаттан 28 километрдей жерге, значит, линия тартылды. Басқа да сосын жұмыстар істелді. Үлкен қаражат жұмсалды. Сол заводты 1994 жылы мұна алғашқы егемендік алған уақыттардағы экономикалық мынау қиындыққа байланысты уақытша тоқтатуға Қазақстан үкіметінің қаулысы болды. Елбасының жолдауындағы 4-ші заводтың керектігін айтқан уақыттарда меніңше біздің республикаға ең тиімді, республика үшін ұтымды жері сол Маңғыстау. Қашан 4-ші мұнай өңдейтін завод керек болады? Ол уақытын белгілеу керек, қашан керек болатын. Себебі қазір айта кету керек, 17-ші жылдың басында мұнай өнімдер заводтардың үшінші жаңғырту біткеннен кейін толық мұнай өнімдерін жаңағы керектігі республиканың бәріне жетеді. Соның кейін жаңағы оны қай жерде жаңағы географиялық тұратын солай соғылатын жерін белгілеу керек. Оған керегі жаңағы су керек, қуаттар, үлкен мощностьтар керек болады.
Негізінен мұнайдың шығатын орнына да жақын болуы дейтін сияқты мұнай факторлар шығатын ескеріліп жаңағы шикізат белгілейтін, тасымалдау жағын, соның жаңағы инфраструктурасын қарастыру, сол бәрі жаңағы жұмыс топтың несіне енді ағамыз айтып отырған Маңғыстаудағы осы бір кезінде жабылып қалған, уақытша жабылған мұнай өңдеу зауытының құрылысы қаралымда бар ма? Варианттар көп. Енді жаңағы айталып кеткен себептер бәрі бір жерден шықса, сонда сол жерден жаңағы завод белгілі болып, біз өзіміз 1 мартқа дейін нәтижесін бәрін қарап, ел басшысына сол жаңағы ұсыныс ретінде бірнеше тізбек бересіздер, әлде бір ғана осы орын деген сияқты анықтап бересіздер ме? Орнын да қашан керек екенін. Әңгімеге осы жерде араласыңызшы сізде. Бір мысал ретінде Маңғыстауда өңдеу зауытын ашу мәселесі көтеріліп отыр. Бұдан бөлек енді білуімше Жезқазған мысалы келтірілген, Елбасымыз кешегі соңғы жолдауында 4-ші мұнай өңдеу зауыты, сосын атом электростанциясын салу екеуін қосып айтты. Өкіметке тапсырма берді. Биылғы жылғы 1-90-ның аяғына дейін сол екі заводтың салынатын орнын табу керек. Инвестиция көзін табу керек. Құрылыстың салынатын мезгілін анықтау керек деген осы 3 тапсырманы берді. Соны оқыған бойда Маңғыстау облысының әкіміне хат жолдадым. Орынды іздеудің қажеті жоқ, орны бар. Себебі 4-ші завод Қазақстанда 90-шы жылдары салынып бастаған. Жаңа айтқан факт ғой. Нұрекең айтты ғой. Сол енді мен жаңылыспасам, ұмытпасам, сол кезде $200 миллион ақша жұмсалып қойған. Ол уақыттағы $200 миллион құнының қандай екенін білесіздер ғой, болса да. Сол себепті ал енді одан кейін қазір Маңғыстаудан Түркменияға темір жол салынды. Ол темір жол әрі қарай Ауғанстаны бар, Ираны бар, соларға созылып жатыр. Ал енді жаңағы мұнайды, бұрынғы енді экономистер айтатын тұғым, мұнайды заводты салардың алдында оның реализациясы дейді ғой енді. Сонда ескеру керек дейді, мысалы үшін. Мұнайды біз, жаңа өзің айтып отырсын, 80 миллионның үстінде өндіреміз екен. Мұнайдың өзін шикізатты сатып жатырмыз. Оны шикізатты шетке сатқанса, соның өнімін сатқан пайдалы емес пе, мысалы үшін. Негізгі әңгімеде осыған байланысты. Иә. Ал соның өнімін сатуға Маңғыстаудан Теріскейге де, батысқа да, шығысқа да, енді оңтүстікке міне темір жол қосылды былтыр. Толығымен келіп тұр дейсіз ғой. Толығымен келіп тұрған сияқты. Азамат мырза, енді жалпы қазіргі таңда біздің мұнай өнімдерін көршілес мемлекеттерден бөлек тұтынушылар бар ма өзі, жалпы жаңа теңіз арқылы, жаңа басқа да темір жол арқылы кімдерге жетіп жатыр? Арнайы үкімет тарапынан қаулы шыққан, экспортқа тыйым салынған. Ішкі қажеттілікті өтеу үшін бірінші. Соған жеткілікті ретінде мұнай өнімдер зауыттар шығарады. Сондықтан арнайы сол қаулыға байланысты біздің мұнай өнімдеріміз шетке шығарылмайды қазір. Импорт бар. Импорт Ресейден негізінен? Негізінен Ресейден келеді. Мынау өзіміздің тұтынушыларға ең қажетті, өзіңіз білесіз, октаны жоғары 92, 95 сияқты бензиндер бізге қажет. Жалпы алғанда миллион тоннаға жуық біз импорт есебінде аламыз. Енді жаңа айтқан 2016 жылы зауыттарымыз қайта жөндеуден өткеннен кейін осы көлем қаншаға қысқарады? Ең керекті қазір, халыққа керекті, тұтынушыларға, қарапайым тұтынушыларға керекті АИ 92 бензин. Сол жетіспейді бізде. Импорт есебінде әкелеміз. Ол негізгі Ресей тарапынан келетін бензин. Ал одан басқа мысалға өзімізге жеткілікті. Дизель отын алатын болсақ, өзіміз 4 миллион тоннаға жуық өзіміздің қажеттілігіміз бар. Жетеді деп ойлаймыз, енді 100 мыңға жуық тонна импорт есебінен келуі мүмкін. Қалғандар бізге жеткілікті. Енді 2016 жылы күрделі жаңағыдай жаңғырту жұмыстар біткеннен кейін біздің республикамызда түгел осы бензин, дизель отыны түгел жетеді. Артық болады даже. Авиа отын да жеткілікті бола ма? Иә. Қазір енді 263 тоннаға дейін сырттан импорттайтын жағдайымыз бар. 4-ші зауытқа байланысты сіздің де пікіріңіз білейінші, Ғалымжан мырза. Жезқазғанда кейбір азаматтар ұсынып отыр, геолог ғалымдар, әртүрлі ақпарат құралдары арқылы. Енді біздің студиямыздағы ардагер мұнайшылар Маңғыстаудың мысалын келтіріп отыр. Жалпы қандай орындар негізгі назарда? Қазір осы біздің министерствомызға 6-7 ұсыныс түсті өзі. Ішінде Маңғыстау да бар, жаңа айтқанда Жезқазған да бар, Шымкент та бар, Қызылорда да бар. Жаңа айтылды ғой, оны завод салыну үшін әуелі сол орын белгілеп қою керек. Бірақ оны дұрыстап, анықтап қарамаса болмайды.
неге сен соны өте жауапты шешім. Оны дұрыстап тақылап қарау керек. Ол завод енді 1 жыл емес, 10 жыл емес жасамайды емес, 30 жыл, 40 жыл кемінде жасау керек. Сол жұмысты бастап кеттік қарауға. Елбасының жолдауымен сол осы жылдың 1-ші тоқсан аяғында шешім шығады ғой деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді мұнай өнімдерін өңдеу, мұнай заводтарын жаңғырту бұл бір бөлек шаруа, иә? Бұдан бөлек жаңа завод салу расында да көптеген факторларды ескерумен жасалуы тиіс. Олардың ішінде экология мәселесі де айрықша орында. Олай болса ортамызға қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары министрлігі, экологиялық зерттеу, экологиялық реттеу және бақылау комитетінің басқарма басшысын шақырайық. Талғат Төребеков мырза. Қош келдіңіз, Талғат мырза. Еліміздегі мұнай газ заводтарының экологиялық ахуалына байланысты бір мониторингтің жағдайын білейік. Қазіргі таңда мұнай өңдеу заводтарының қоршаған ортаға келтіріп жатқан зияны болсын, оның барлығы күнделікті мониторингті және өздерінің мұнай мекемелерінің, өңдеу мекемелерінің өндірістік мониторинг жүргізу нәтижелерінде анықталады. Одан қала берді Қазақстан Республикасының бақылау және қадағалау заңына сәйкес жыл сайын экологиялық заңнамаларды сақтауға тексерістер жүргізіледі. Сол тексеру нәтижелерінде анықталған заң бұзушылықтарға шаралар қолданылады. Егер атап өтетін болсақ, ең бірінші көңіл бөлетін мәселе бұл табиғатты қорғауға бөлінген, іс-шараларға бөлінген қаражаттың және сол іс-шаралардың орындалуы бақыланады. Талғат мырза, енді жаңа зауыттың ашылуы болсын, қайта жөнделуі болсын, белгілі бір кен орындарының ашылуына байланысты болсын, экологияға қатысты министрлік өз тарапынан бір экологиялық фонға зардабы күшті қатты болатын болса, бір қорытынды жасап, реттеу мүмкіндігі бар ма? Бір ұсыныс беріп, бұл жерден заводты көшіруге байланысты, немесе белгілі бір шараларды қолға алу мәселесіне байланысты? Әлде бұл экономикалық мақсат бірінші кезекке қойылып, ескерілмей ме сіздердің тараптан? Жалпы Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес қандай да бір жасалынатын жұмыс ең бірінші ол экологиялық сараптамадан өтеді. Экологиялық сараптаманың негізгі мақсаты мен міндеті сол болынатын жұмыстың қоршаған ортаға келтіретін әсері бар ма, жоқ па? Егер келтіретін әсері бар болған жағдайда оны азайту жағынан қандай іс-шаралар қолдану керек? Соның төңірегінде экологиялық сараптама жүргізіледі. Егер экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынған жағдайда жұмысты бастауға рұқсат беріледі.